Ассалаумағалейкум, қалайық. Міне мына жер Қабдеш бекеті деп аталады. Аягөзден Алматыға барар жолда 92-ші шақырымда Қабдеш Жұмалиевтің бейітінің басында. Соңғы көш деген роман жазған 25 жасында сонау Қытаймен осы өз қазақ жерімен сөйлесе отырып көшті ұйымдастырған осы Қабдеш Жұмалиев ол туралы өзінің романында осы туралы баяндайды. Міне мынау жатқан жері. Солнечный батареяны орнатып қойған, міне түнде жан-жағы жанып тұрады. Күмбез ретінде, ашық күмбез ретінде жасаған екен. Қазақтың кең даласында өзінің туған отанында жатыр.